Сәлем қыздар, бүгін сіздерге Қытайдың атақты сайты Pinduoduoдан алған заттарыма распаковка жасаймын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мұнда сайттан алған 10 штук носки, 5 түрлі түсте, 2 штуктан келді әр түсінен. Сапасы өте тамаша, аяқты қатты қыспайды. Бізде осы носкиді бір штугын 400-500 теңгеден аламыз. Келесі затым бұл үйге киюге арналған шалбар. Бұл 42, 44, 46 размерлерге келеді. Сапасы өте тамаша, матасы да денеге жағымды, күшті. Қазіргі осындай шалбарлар хит болып жатыр ғой. Қыздарға кигенге күшті. Аяғында осындай резинасы бар. Бұл енді клиентіме ұнады. Денеге салқын тартып тұрады. Денені ешқандай қыспайды. Матасы денеге жайлы. Келесі затым бұл бізде жеке шорти. Бұның да сапасы күшті, матасы вафельный мата. Қараңыздар, енді мына видеоның өзінен көрініп тұр бұл шортидің сапасы қандай екенін. Мына жердегі суреттің өзі тірейді, кәдімгідей бетіне шығып тұр. Бауының өзі, беліндегі резинасы да қалын, ешқандай да бос емес. Бұның да размер 42-44 размерге келеді. Келесі затым мұнда іш киім. Бұл іш киімнің 7 штук іш киім, әртүрлі түстерінен. Сапасы керемет, енді матасы хыбы емес, бірақ денеге жағымды, өзіме қатты ұнады бұл іш киім. Келесі бұл да іш киім. Бұны енді орап, упаковкасының өзін күшті ғып орап салған ғой қыздар. Матасы енді бұл хыбы матадан. Осындай купон салып жіберіпті қасына. Әртүрлі түсте күшті, осының әр түстері барлығы ұнады маған. Матасы хыбы, денеге жағымды. Келесі бұл коробкадегі затым кепка. Бұл кепкада тамаша, алдындағы суреті барлығы күшті болып келді. Енді өзімізден бұндай кепкаларды 3-4 мыңнан, 5 мыңнан аламыз ғой. Мен сайтта бар жоқ 2000 теңгеге алдым. Келесі бұл да үйге киюге арналған футболка. Матасы хыбы матадан. Алдындағы суреттері де анық. Бұны біз уже 2-3 қайтара жудық. Ешқандай да суреті онып кеткен жоқ. Футболкамыз қысқарып, созылып кеткен жоқ. Матасы қалын, өзіме қатты ұнады. Келесі кезектегі бұл да жеке шорти, ақ шорти. Бұл да күшті, матасы енді қыздар сайттан енді тек арзан заттарға ғана жүгірмей шамалы 2000-3000 заттарын алсаңыздар, осындай әдемі болып келеді. Видеода көргендеріңіздей резинасы да қалын, әдемі болып келді. Бауы барлығы күшті болды. Келесі распаковка. Бұл менде жеке трико. Бұның мен размерін дұрыс бермедім. Негізі размері кіші размерде келді. Бірақ сапасы өзім ойлағаннан да күшті болды. Барлық тігістері ешқандай да шығып, жіптер шығып тұрған жерлер жоқ. Денеге жағымды болды. Келесі распаковка. Бұл да жазға арналған футболка шорти. Бұның да сапасы күшті. Енді қыздар барлық киімнің сапасы өздеріңіз видеода көргендеріңіздей. Видеоның өзінде көрініп тұр. Маталар ешқандай да синтетика емес. Маталары жұқа, бір селдіреп тұрған маталар емес. Өзіміздің Қазақстаннан осы футболка шортиларды кемі 7-8 мыңнан аламыз. Ал мен сайттан бар жоғы 2,5 теңгеге алдым осыларды. Қараңыздар, видеоның өзінде ешқандай жіптері шығып, сасық иістері шықпайды. Келесі затым бұл да футболка шорти. Бұның да енді сапасы өте тамаша қыздар. Матасы хыбы матадан. Матасы қалын. Әрі алдындағы суреті де күшті. Бұны жуғанда ешқандай да суреті онып кеткен жоқ қыздар.
Шортиін қараңыздар, шортиінің өзі күшті. Өзіме қатты ұнады осы футболка шорти. Енді барлық киімдердің сапалары жақсы болып келді. Келесі, бұл менде аяқ киім. Негізі мен 37 размерде киемін. 37 бердім, бірақ бір размерге кіші болып қалды. Бірақ сапасы күшті, табаны қалың аяқ киімнің. Өзімізден бұндай аяқ киімдерді 10 мыңға жақын енді ақшада алатын шығармыз, қыздар. Мен бұны сайттан бар жоғы 3000 теңгеге алдым. Сапасы енді өзім ойлағаннан да күшті болды. Келесі, бұл бізде Easy кроссовки. Бұл кроссовки да күшті. Кәм әппақ түсінен алдым. Кір машинаға салып жуып ала берсеңіздер болады. Аяқы өте жайлы, қыздар. Мен осы кроссовкиді өзіме алдым. Қанша уақыт болды киіп жүрмін.